10 күшік дүниеге келді. Бірақ бұл оқиғадан кейін олардың тек біреуі ғана қалды. Оның аты Бакс. Бельгиялық овчарканың 10 күшігінің ішінен аман қалған жалғыз аққұлақ. Бірақ өмір үшін күрес оның ең алғашқы сынағы еді. Енді бұл күшік мыңдаған адамның қауіпсіздігі үшін жауап беретін қызметке дайындалып жатыр. Бұл жай ғана ит туралы хикая емес. Енді ол басқа сынаққа дайын. Бүгін біздің түсірілім тобы таң атпай жолға шықты. Мақсатымыз Алатау қаласындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 66-та 54 әскери бөлімінің кинология орталығы. Мұнда екі маңызды жұмыс қатар жүреді: кинолог мамандарын даярлау және қызметтік иттерді өсіру. Кинология 66-та 54 әскери бөлімі кинологиялық орталықтамыз. Жалпы бүгін қасында полковник мырза, кинология орталығының бастығының міндетін атқарушы Жантөре мырзамен. Жантөре мырза, қуаныштымыз сізді көргеніме. Жалпы біздің еліміздегі қаншама контрабандалық затты, қаншама қылмыстың алдын алды, қанша террорлық әрекеттердің алдын алды. Біз қазір келіп отқан Алатау қаласы, Алматы облысы. Бұл жерде Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 66-54 әскери бөлім кинология орталығына келдіңіздер. Бұл қазіргі аталмыш орын асыл тұқымды питомник деп аталады. Біздің кинология орталығының негізгі үш негізгі мақсаты бар. Ол бірінші мақсаты күшіктерді көбейту, өсіру және дайындау. Осы үш негізгі мақсатты орындағаннан кейін біз әскери бөлімдерді, осы ұлттық ұлан әскери бөлімдерін жасақтаймыз. Бірі адам, бірі ит. Бірақ екеуінің де міндеті бір: ел тыныштығы мен азаматтардың қауіпсіздігін қорғау. Мына нәрсені айта кетейік: 4 аяқты Бакстың 10 күшіктің ішінде жалғыз қалуының да өзіндік себебі бар. Қалған күшіктер әр жаққа жіберіліп, ал қызметке ең лайықтысы Бакс болып танылған. Біреуден ала да құла да туады демекші, 10 күшіктің ішінен өзінің қабілетімен дараланған да осы Бакс. Иттің әрбір ізінен кинологтың еңбегі нәтижесі көрінеді. Олар есірткіні, қаруды анықтайды, қауіптің алдын алады, жоғалған адамдарды табады. Әрбір бағыттар бойынша: бірінші бағыт ол іздеуші иттерді, екінші бағыт патрульді іздеуші иттер, үшінші бағыт есірткі заттарын іздеуші иттер, жарылғыш заттан іздеуші иттер, төртінші бағыт, бесінші бағыт штурмдық шабуылдаушы иттер дайындаймыз. Өйткені арнайы мақсаттағы бөліністерге де ең алғашқы осы қызмет иттер қажет. Ол жарылғыш заттар табу және шабуылдаушы иттер. Біздің ұлттық ұланның негізгі мақсатында орындалатын қызметтік тапсырмалар ол қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық атқару жүйесі мекемелерін күзету, ондағы қашқындарға қашуға жол бермеу, ізге түсу. Сонымен қатар арнайы операцияларға да барамыз. Ол жерде арнайы тапсырмалар болады. Осы қызметте, күрделі қызметте осы қызмет иттер біздің достарымыз. Осы мысалға айтамыз ғой, дрон алмайтын жерді, робот кіре алмайтын жерді тәркілейтін, табатын осы 4 аяқты біздің достарымыз. Сондай-ақ мұнда неміс, бельгиялық және голланд овчаркалар өсіріледі. Өткен жылы дәл осы орталықта алғаш рет голланд овчаркасына төл алынды. Тұқымдар қатары кеңейді. Қазақстандағы кинологиялық клубтары бар, жұптастыратын орталықтары бар, питомниктар бар. Солардан бірігу арқылы, соларға келісімшарттар жасау арқылы олардан да аламыз, аналық және аталық. Соларды жұптастыру арқылы біз бұлардың тарихи шежіресін жалғастырамыз. Таза қандылар деп сондықтан айтамыз. Таза қандылар не үшін керек бізге? Өйткені бұлардың жұмыс істеу қабілеті тұқымында, қанында беріледі. Бірінші жарты жылдықта Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің кинология орталығын тоже жасақтадық. Осында бельгиялық овчаркаларды қосымша асыл тұқымды иттер бердік. Шекара қызметімен біз олардан ет алып және ит беру процесі қазір жоспарда. Ол да жоспарда. Өйткені барлық күш құрылымдар өзара біз ведомстволық келісім бар. Қазақстан Республикасының осы асылдандыру. Осы Алматы қаласы, Алматы облысы негізгі Қазақстан Республикасының осы кинологиялық орталықтарының ордасы деп айтса болады. Өйткені біздің ұлттық ұландікі міне бізде осы жерде орналасқан, Алатау қаласында. Шекара қызметі Қарау кентінде орналасқан, Алматы облысында, және Ішкі істер министрінің кинология орталығы және асылдандыру жұмысы жүргізеді. Ол Алматы қаласында орналасқан.
Қызметтік итке күштің өзі жеткіліксіз, керек қызығушылық, төзімділік, зейін және ең бастысы адамға деген сенім. Мен сенің досыңмын деп, как кішкентай балаға отношение жасаймын, дәл солай бакспен отношение менде. Ойнатамын, доп берем, жақсы татты тамақтарын берем, өзіме шақырам, өзінің атын, кличкасын, то есть соны өзі білсін деп, кім екенін. Обязательно жүрген кезде бакс деп и тәтті нәрсесін или ойыншығын лақтырып ойнатып берем, түсіну үшін. Жұмысты өте белсенді, өздеріңіз де көрген шығарсыздар видеода. Толық. Мына жерде тұрған полосада жақсы жұмыс істейді, өзін жақсы көрсетеді. Злобасы бәрі, тыңдауы бәрі жақсы. Ешқандай ақау жоқ. Қызметке алдын ала на будущем жұмыс істеуге дайын. Иммунитет туралы айтыңыз. Иммунитеті бәрі күшті, всегда ветеринардың қаралымында. Не бірдеңе дұрыс болмаса, уже сразу ветеринарға баяндаймыз. Ветеринардың өзі бір шарасын қолданады. Қызметтік ит ешқашанда жалғыз жұмыс істемейді. Тек қана қасындағы серігі ғана пәрмен берсе болғаны. Стой, применяй служебную собаку. Фигурант беспонтовый. Біздің мұрнымыз үшін мұнда жай ғана бірнеше жәшік тұр, ал бакс үшін олардың әрқайсысы бөлек ақпарат. Міндеті барлық бөгде иістің арасынан үйретілген иісті ажырату. Бакс нақты белгі береді. Мына есірткі заттары қазір әлемде қатты дамып бара жатыр, қазір синтетикалық есірткілер. Біз қызметтік иттерді бұл препараттарды салып, оған егіп, оған тамағына қосып беру деген процесі мүлдем орын алмайды. Біздің негізгі мақсат, мына айтамыз ғой, ойыншық құралы. Алғашқы күннен бастап, ең минималды төмен дозадағы затпен бірге бірінші ойыншықтармен жасайды. Ойыншықтар, аналог. Мынау қазір бізде тұрған бұл имитаторы. Сол аналог иістердің құрамы қосылған зат. Өйткені әрбір есірткі құралдары, картинада көрсеткен есірткі құралдары әртүрлі иіс береді. Мысалға ойыншықтарға берген кезде, мына ойыншықтарды өздерің көріп тұрсыздар, аралар ашық, тесік. Бұның ішіне саламыз. Ит ойнау барысында істейді. Істеген кезде, жағы дейді ғой, істеген кезде, мына тесіктер арқылы, ауалар арқылы, оның тамақтағы иіс сақтау анализаторына түседі. Ойнап жүріп, сол иіс, ол соны іздей бастайды. Бірінші сілекей, ол ойыншықты іздейді. Келесі жол біз ойыншықты ала бастаймыз. Келесі біз уже бұл запықты арнайы контейнерлерге қоя бастаймыз. Енді ол ойыншық жоқ. Иісті басатын өзінің құрылғысы бар. Контейнерлерге саламыз. Енді контейнерлерді қою арқылы осы иістерді таға бастаймыз. Ит ойыншықты іздемейді. Ойыншықты іздеген кезде екінші спецификалық запықты не істейді? Осы запық анализатор арқылы, оны мида сақталған осы затты іздеу арқылы бірінші келген кезде, алғаш кезде мүмкін осы иіспеген деп жанына келген уақытта кинолог маман не істейді? Звук береді. Болмаса кликерді басады. Сен дұрыс келдің деген. Келеді, екінші рет тағы да ойланады. Ит 2-5 секунд қайтадан жұмыс істей бастайды. Осы иісті мен ойнағанмын деп қайтадан сол иіске келеді. Сол кезде подкрепление дейді. Сол кезде бекітеді итті. Сол уақытта не істейді? Өзінің жақсы көретін ойыншығын береді. Келесі оның ойында, ассоциация оның ойында, мен егер сол иісті тапсам, менің қожайыным маған тәтті болмаса жақсы көретін ойыншығымды береді деген ой қалыптасады. Кинологиялық орталықта сондай-ақ бакстан бөлек тағы да көптеген ит арнайы бағдарлама бойынша тәрбиеленеді. Негізгі назар олардың иіс сезу қабілетін дамытуға және қызметке қажетті дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Не мақсатта орналасқан? Мына сіздердің алдарыңызда тұрған бұл күшіктердің алғашқы даярлау дейді ғой, алғашқы даярлау кезеңі. Жалпымыз айтамыз, әскери қызметті жалпы әскери дағды және арнайы дағды дегенде. Мына жерде бізде жалпы дағды күшік кезінен бастап, 2 айлық күшік кезінен бастап, мына тұрған элемент деп айтамыз, әрбір объекті элемент. Қорқынышын жою, алғашқы сенімдігін білдіру, әлеуметтендіру, дыбыстарға дайындау, қылмыскерлермен
мысалға қылмыскерлермен шабуылдау кезіндегі арпалысу, биіктіктерге міну, мына жерде тұрған мысалға су кедергілерінен өту, қорқынышты туннелдерге кіру, және мынау көріп тұрсыздар ғой, мына бүкіл объектілерде әртүрлі дыбыстар беріледі. Тасты жерлер, құмды жерлер және шөпті жерлер. Қанша айдан бастап осы дәл осы алаңға алып келесіз? Кедергілер жолағына біз 2 айдан бастап алып келеміз. 2 айдан бастап бірінші әлеуметтендіреміз, дағдылаймыз, және 2 айдан 4 айдан бастап уже негізгі дағдыға көшеміз. 4 айдан бастап 6 айға дейін күшіктердің өзінің физиономиясына байланысты, нервтік жүйелеріне байланысты, жүйке жүйелеріне байланысты біз оларды арнайы қызметтерге дайындаймыз. Егер де оның жұмыс істеу қабілеті іздеу жағынан және қылмыскерлерге шабуылдау барысында жақсы қорғаныс реакциясы болса, біз оларды іздестіру және патрульдік іздестіру қызметіне қоямыз. Егер де көбіне есірткі заттарына уже дағдыланса, өзін социалды жақсы ұстайтын болса, басқа адамдарға көзқарасы және емін-еркін әлеуметтенсе, оларды есірткі заттарын, жарылғыш заттарын дайындауға бөлеміз. Орталықта иттердің денсаулығына да ерекше мән береді. Екінші УЗИ-де егер де жүрек қағысы мен қозғалыстар байқалатын болса, уже жақынырақ күшіктің бет бейнесін көруге болады. Жыныстарын айырылмаймыз, бірақ бет бейнеден көруге болады. Сөйтіп біз алғашқы санақ жүргіземіз. Содан кейін акт отырамыз, аталмыш ұрғашы иттің ішіндегі жатырындағы қанша күшіктің барын анықтаймыз. Қазір қарап жатсыздар, мынау құрылу арқылы иттің ішіндегі жалпы иттің денсаулығын, одан кейін иттің ішіндегі күшіктерін. Қазір бар ма мынаның ішінде? Қазір аталмыш күшікте бұл жұптасуға дайындалып жатыр. Қазіргі мерзімі әлі ерте, 30 күнге толған жоқ. 2 апталық жұптасу болған, 2 апталық алғашқы тексеріс барысында УЗИ барысында бұл маманның негізгі мақсаты жатырындағы бір деформация бар ма жоқтығын тексереді. Егер де қандай да бір ісік пайда болса, су пайда болатын болса, одан кейінгі алғашқы анализ топтамалары жасалады, қандар алынады. Қандар алынып болғаннан кейін Алматы облыстық лабораторияға апарылады, зерттеу институтына тексеріліп, аталмыш аналықты ары қарай жалғастыру рұқсат па, рұқсат еместігін аламыз. Қазір таңда технология қаттан келген, мысалы УЗИ қаттан алдырғастар. Бұл адамды өйстіп тексере ме жоқ, тек қана? Бұл жануарларға арналған аппарат, УЗИ аппарат деп аталады. Бұны 2024 жылы арнайы тапсырыс мемлекеттік сатып алумен алынған. Біздегі ең алғашқы аппарат, және келесі аппаратымыз бар. Аппарат Доминский деп аталады. Бұл аппаратты былай қолға ұстап көрсете берейін. Мына қосылады ғой? Бұл аппарат өзі көрініп тұр. Бас жағында аналық несі арқылы оның деңгейін білуімізге болады. Егер де бұл 400-ден аса бастаса, бұл аналықты ішінде уже ұрық пайда болған деген. Бұны жұптастыруға болады, рұқсат етілген деген. Бізге негізгі осы аппарат және осы УЗИ аппараты негізгі. Өйткені біздің мақсатымыз бұл жерде иттерді көбейту, өсіру и дайындау. Сонымен қатар әр итке арнайы мәзір бойынша сапалы әрі құнарлы тағам беріледі. Дұрыс тамақтану олардың күш қуатын сақтап жаттығуды жақсы орындауына көмектеседі. Күшіктердің ас мәзірлері тұр. Бір мен 2 айлық, өзінің ас мәзірі болады. Қанша грамм, қанша мөлшерде берілетін тағамдардан. Буаз иттерге және уже күшіктеген иттерге. Әрдесі бөлек-бөлек тұрады. Өзінің контейнерлері болады. Сырттарында нормалар жазылып тұрады. Мына жерде мысалға кезекші ас дайындайтын кезде мына электрлық пеш бар. Бұл жерде бірінші су қайнатылады. Су қайнатылғаннан кейін қасына ет қайнатылады. Сүттерді біз тоңазытқышта сақтаймыз. Сүттерді жылытып береді. Сонымен қатар мына ыдыстары, мына қосымша тамақ береміз дейміз. Қосымша тамақ не ол? Бізде каша дейді ғой, мысалы. Ет аяқтар. Кашалар дайындап береміз. Өйткені туғаннан кейін көп иттер әлсірей бастайды. Сол кезде алғашқы нелердің бәрі керек болады. Мысалы анау сол жағыңызда тұрған мысалы, бұл құрғақ сақтау бөлмесі. Мына жерде қазір ас сақтау, құрғақ сақтау бөлмесі. Бұл жерде көріп тұрсыздар, әртүрлі қаптар тұр. Бұл жерде 1 мен 2 айлық жастағы, 2 айға дейінгі күшіктерге, 2 айдан 4 айға, 4 айдан 6 айға, және асыл тұқымды
туатын иттерге және үлкен иттерге. Бұл нормаларда біз 1 айлық норма дейміз. Өйткені көп нормадағы мөлшер қоймаларда сақтайды. Өйткені білесіздер, ауа температурасы біз Алатау қаласында өте ыстық. Сондықтан ұзақ мерзімге сақтауға бізде не жоқ, сонда қысқа мерзімде сақтаймыз. Бұл заттарды, сонда бұл азықтарды қанша қай жерден алдырасыздар әлде? Бұл мемлекеттік сатып алу бойынша негізгі зертханалық недерден өтіп біздерге келеді. Мемлекеттік сатып алуды біз осындай ақшамен, осындай мөлшерде сұраныс білдіреміз. Сол сұранысымыз бізді қанағаттандырады. Қазіргі таңда бізді Қазақстан Республикасының мына Жамбыл облысында орналасқан Қазпродпром жеке шаруашылық секторы осы таңда азықтың 6 түрін бізге ұсынды. Және біздің орталықтандырылған ұлттық ұлан бас қолбасшылығынан тоже келді. Ол жерден чисто маскот фирмасы арқылы үлкен иттерге құнары мықты азық келді. Қазіргі таңда сол күшіктерге беріп жатырмыз, иттерге де беріп жатырмыз. Бұл жер не? Бұл жерде бұл кезекшінің бөлмесі деп айтамыз. Бұл жерде тоңазытқыш бар. Тоңазытқышта негізгі рацион дейміз ғой, мысалға көрсетіп жіберейін. Мына жерде сүт, Петропавл сүті 2,5 майлылығымен. Бұл сүттерді жылыту арқылы күшіктеген иттерге береміз. Сонымен қатар күшіктерге де береміз. Күшіктер ол 2 айдан асқан күшіктерге береміз. Кейде болады туғаннан кейін аналық бездері қысылып сүт шықпаған кезде осы сүттерді қосып береміз. Ол кезекшінің бөлмесі, осы жерде демалады, жауап береді. Енді маңызды қандай? Маңызды негізгі бөлме бұл жерде қойма дейміз. Бұл жерде иттерді жаттықтыруға арналған қоймалар, сонымен қатар құрылыс заттары. Бұл жерде тұрған көріп тұрсыздар, алдарында атаулар жазылып тұр. Қолдағы иттерді дайындау, тістеу, ойыншықтар, мойнына тағылатын қысқа баулар, үлкен баулар. Мысалға біз көбіне неге шығамыз? Көрмеге шығамыз. Көрмеге шыққан кезде әртүрлі санатта иттер болады бізде. Үлкен және кішкентай күшіктерді. Кішкентай күшіктер шыққан кезде осылай рингок деп аталады. Мысалы өзіңіз қолыңызға ұстап көрсеңіз де, қолыңызға ұстап көрейік, өте жеңіл иттің жүнін көрсету барысында көрмеде түсу барысына кезде мына ит қысылмайды. Өзінің еміне көрсетеді. Егерде мынандай қарғыбау тақсақ мойнына, бұл кезде бұл қатты және өте үлкен грубый көрінеді. Сондықтан иттің әсемдігін, көркемдігін көрсетпейді. Сондықтан осылай рингокалар қолданамыз. Сосын үлкенірек иттер болса, енді олар енді көп жұлқы ит жүгіреді. Сондықтан оған үлкенде осындай рингокалар. Бұлардың барлықта бұл тауарлардың бәрі, бұл мүліктердің барлығы мемлекеттік сатып арқылы келеді. Қазір үлкен бөлмеде реквизиттерді қойдық. Қазір сіздерге көрсетеміз, таныстырамыз. Үстеге тұрған үлкен қолғаптар деп аталады. Бұлмен үлкен иттердің уже азу тістері үлкен. Сондықтан шабуылдауға кезде, өзінің қорғаныс несіне дайындаған кезде осы құрылғыны қолданамыз. Күнделікті жаттығу арқылы із кезуші иттер шыдамдылықты, тәртіпті және ізді дәл табу қабілетін жетілдіреді. Тіпті қылмыскерлермен де бетпе-бет келеді. Осындай кәсіби дайындық пен дұрыс күтімнің арқасында олар іздестіру мен қауіпсіздік жұмысына маңызды қызмет атқарады.